Тамаша, біз жаңа курс аштық. Енді біз платформаның ішіне уже кірдік. Біздің аккаунтымыз бар. Енді мына жерде мен сізге кішігірім интерфейсті түсіндіре кетейін. Мына жерде қараңыздар. Сізде мына жерде ең алғашқы бірінші сол жақта меню бар, астында аккаунт бар. Мынаған бассаңыз, сіздің аккаунтқа байланысты неше түрлі баптаулар бар. Мынаны бассаңыз, Getting Started Guide, бұл сіздің ең алғашқы нұсқаулық. Мына жерде неше түрлі сілтемелер бар. Бұл платформаның ішіндегі әртүрлі функцияларға сілтемелер. Мысалы, мына жерде сұрақтарды қалай бағалау, шорткаттар арқылы қалай бағалау, бұның бәрін біз детально көретін боламыз. Бізге қызығы мына AI Assisted Grading, жасанды интеллект арқылы қалай бағалау, оны әлі көреміз. Енді қараңыздар, сіздің алдыңызда мына жерде олар пробный екі курс деп айтайын, екі курс бар. Мына жерде Gradescope Tutorial, бұл сізге бір ең алғашқы не істеуге болатын түсіндіретін бір туториал. Одан бөлек Assignment Examples, яғни тапсырмалардың түрлерін, мысалдарын көрсетеді. Мынаның ішінде 8 тапсырма бар екен, мынаның ішінде 1 тапсырма бар екен. Енді сіз бұның ішін давайте ашып көрейік. Логин дейді, аккаунттан шығып кеткен сияқты. Кіре салайық. Окей, күшті. Біз бағанағы тапсырмалардың мысалына кірдік. Бұл платформаның ішіндегі уже үлгі ретінде берілген бір мысал. Енді байқасаңыздар, мына жерде сол жақтағы менюда уже кейбір нәрселер шықты. Dashboard деген сіздің осы негізгі панель. Одан кейін Assignments деген бұл тапсырмалар. Мына жерге кірейік. Assignments деген бұл тапсырмалар. Мына жерде қарасаңыздар, онлайн тапсырма бар. Computer Science бұл информатикаға байланысты, Python программированияға, физикаға, математика, экономика, химия, биология, одан кейін Bubble Sheet болған жауап парағымен жасалған неше түрлі тапсырмалардың түрлерін көрсеткен. Яғни бұны олар не үшін істеп жатыр? Мысалы, сіз математикадан бір емтихан жасағыңыз келіп жатыр, сіз уже осы жерде дайын бір мысалды ішіне кіріп көре аласыз. Олар қалай жасаған екен? Сіз де бұны өзіңіздің тапсырмаларыңызға, емтихандарыңызға қалай адаптация жасай аласыз, соны көрсетіп отыр. Одан кейін ростер деген бұл оқушылардың тізімі. Мысалы, мына жерде бір мысал ретінде неше оқушы бар? Біраз 20 студент бар екен. 20 студент және де бір мұғалім. Мына жерде тізімі бар. Одан кейін почталар бар. Мысалы, мына жерде қараңыздар, менің атым тұр. Мен бұл жерде мұғалім ретінде тіркелгем. Қалған 20 адамдардың бәрі студент ретінде тіркеліп тұр. Олардың почталары бар. Submissions деген олардың қанша тапсырған тапсырмалары. То есть, мысалы, мына Becky Hayes деген 7 тапсырманы орындаған және жіберген. Bob Neal деген 8. И тура солай кете береді. Тура осы жерден мен, мысалы, мына edit дегенді бассам, мына ручканы бассам, edit деп тұр. Мен осы оқушының кейбір мәліметтерін өзгерте аламын. Мысалы, мен editті бассам, мен атында бәлкім қате бар, атын ауыстыра аламын. Мына жерде почтаға маған доступ беріп тұрған жоқ. И одан кейін student ID тұр. То есть мен олардың ID-шкаларын ауыстыра аламын. Егер бар болса, жоқ болса, проблем жоқ. Cancel деймін, бұл қателеспеймін. Енді мына жердегі қызыл крестикке бассақ, мен бұл оқушыны өшіріп тастай аламын. Мен пока бұған тиіспеймін. Одан кейін extensions деген бар, бұл уже қосымшалар, бұл дополнениялар. Біз бұған пока қатты кірмейміз. Біз бірінші курсты ашып, қолданып көрейік. Одан кейін осы курстың баптаулары, настройкалары. Бұл жерде мына қызыл жүз болып тұрған, бұл обязательно толтыру керек пункттар. Бұл жерде курстың номері дейді, одан кейін курстың аты, мына жерде description, бұл примерно сипаттамасы. Сіз мысалы, бұл курста қандай тақырыптар болатын осы жерге жазсаңыз болады. Одан кейін мына жерде бұл сабақ қашан болатын жазған. То есть мына жерде term деген бұл семестр болмаса бір 90 болуы мүмкін. Мысалы 2025-те көктемде болатын сабақ бұл. Болмаса жазда болатын, күзде болатын, болмаса қыста. Болмаса біздің тілмен айтқан кезде 1-ші 90, 2-ші, 3-ші, 4-ші 90 деген сияқты бұны белгілеп қойсаңыз болады. Мектеп аты тұр, бағанағы мен тіркеген колледж.
И департамент бұл тест курс деп тұр, бұл үлгі ретінде ашылған үшін. Мына жерде сіз мысалы математика деп белгілесеңіз болады, болмаса физика, сіздің енді жағдайыңызға байланысты осыны таңдай аласыз. Бізде пока тестовый деп тұр, оны тиісудің қажет жоқ. Одан кейін enable regrade request, яғни жаңадан бір тапсырма ашылған кезде кейбір балалар сізден қайта тексеруді талап етуі мүмкін, сұрау мүмкін. Мынаны егер бассаңыз, олар қайтадан тексеруге сұрай алатын болады. Алып тастасаңыз сұрай алмайды. Сіз қойған бағамен солай қорытыла береді. Negative scoring, ceiling floor. Мынау сіз қойған баға қалай айналады? Мысалы, сіз 9-да 5 деп қойсаңыз, ол 10 бола ма, болмаса ол 9 болып есептеле ма, сол нәрселерді мына жерден белгілеуге болады. Ceiling деген бұл потолок деген сөз, яғни жоғары қарай айналады. 9-да 5 ол 10 болып есептеледі. Floor деген ол пол деген сөз, ол 9-да 5 дегенде ол 9 деп есептейді. Сондай неше түрлі баптаулар бар. Одан кейін студенттер кейбір тапсырмаларды көре алады, көре алмайды деген сияқты нәрселер осы жерден бар. Болмаса мына жерден балалардың уже қойылған бағаларын бәрін өшіріп тастай аласыз. То есть балалар көрмейтіндей. Болмаса бұл курсты толығымен өшіріп тастауға болады, егер мына delete деген бассаңыз. Егер сіз кейбір нәрселерді ауыстырған болсаңыз, онда мына жерде update басасыз, и сіздің өзгерістердің бәрі сақталатын болады. Енді мен негізгі менюға келейік, dashboard дейді. Мен бұлай экранды сәл үлкейтейін, сіздерге ыңғайлы болсын. Мына менюді кішірейтіп тастауға болады, сонда сізде тағы да біраз орын қалады мына жерде, бірақ мен пока менюні қалдыра салайын. Енді қараңыз, мына жерде сіздің курстың сипаттамасы тұр, одан кейін қызығы мына жерде things to do дейді. То есть сіздің тапсырмаларыңыз деп айтайын ба, сізге жасау керек нәрселер. Мына жерге сізге көмектесіп жатыр бұл платформа. Сізге қазіргі сәтте физика емтиханын бағалап бітіру керек екен. Finish grading physics exam дейді. Сосын экономиканы тексеріп шығу керек, и математиканы тексеріп бағаларын қойып тастау керек деп жатыр. И сіз мына жерде, мына тізімде әртүрлі тапсырмалардың информациясын көре аласыз. Мысалы, мен ішіне кірмесем де, мысалы, физиканың емтиханы 3 апрель ашылған, ішінде 20 бала тапсырған бұны, и мен пока 0% тексердім. То есть не деген сөз, мен бұны әлі тексеріп бастамадым деген сөз. Мына тапсырмалар, мысалы, Python'нан, информатикадан мен уже бастадым. Мен жартысын уже тексеріп болдым, 50% бітіргім. 7 адам ғана тапсырған. То есть 7 адамның 3-4-еуін мен уже тексеріп шықтым деген сөз. Сіз осындай детальный информацияларды көре аласыз. Егер де сіз кез келген пәннің ішіне кірсеңіз, мысалы, мен математиканың ішіне кірдім. Математиканың ішіне кірген кезде, қараңыз, математиканың ішінде 5 сұрақ бар. 5-ші сұрақтың ішінде ол тағы да 2-ке бөлінеді. Енді мен бірінші сұраққа 2 балл бере аламын, екіншісіне 5. То есть бұл сұрақтың қиындығына байланысты сіз баллдарды өзгерте аласыз. И мына жерде мен әлі ештеңе тапсырмағаннан кейін бәрі 0-0-0 болып тұр. Мысалы айталық, мен бірінші сұрақтың ішіне кірем. Бірінші сұрақтың ішіне кірген кезде мына жерде группировка туралы айтып жатыр. Енді қараңыздар. Бұл уже дайын курс қой. Мен бұл курсты өзім құрмадым. Сол үшін мен уже сразу мына қадамға лақтырды. Grade submissions. То есть бағалау дейді. Бірақ негізі бүкіл қадамдар мына жерде тұр. То есть сіз жаңадан курс ашасыз, одан кейін оның ішіндегі баптаулардың бәрін өзгерткеннен кейін барып бағалау болады. Енді мынау мысал болғаннан кейін біз уже сразу ішіне кіріп кеттік. Енді қараңыз, мына жерде мынаның ішінде бізде 2 түрлі вариант бар. Біз бағалаған кезде әр баланы жеке-жеке индивидуально бағалай аламыз. Міне, мына жерде. Grade individually. Немесе form answer groups first. Болмаса группамен бағалауға болады деп тұр. Егер мен индивидуально қалдырсам, басам, мен әр баланың жұмысын жеке-жеке тексере аламын. Міне, қараңыздар. И мына жерде мынандай бір сызықтар тұр ғой.
бұл нені көрсетеді? Мен қазір именно осы сұрақты бағалауым керек. Міне бірінші сұрақты. Мына жерде де 1 деп тұр. Мен қазір бірінші сұрақты бағалаймын. Міне 5-6 вариант бар, соның екеуін таңдаған екен. Мен осыған байланысты мысалы 2 балл қоям. Мына жерде егер де бала қате берген болса, мен мына жерге айта аламын. -1 балл. Мен 2 ұпайдың біреуін ғана берем, жартысы қате болды деп. Мына жерге комментарийді өзгерте аламын. Correct емес, wrong деп жаза аламын. Қате бар деп жаза аламын, например. Одан кейін келесі сұраққа кетемін. Келесі сұрақ емес, келесі оқушының парағын тексере аламын. И осылай кете береді. И мына жерде не дейді? Submission 1 of 20 дейді. То есть 20 баланың біріншісін тексеріп жатырмын мен қазір. Міне аты да шығады, Хилден Гуен деп тұр. Мен сол баланың келесі беттерін тексеріп жатырмын. Мына жерде бірінші, екінші, үшінші тапсырма болды. Астында 4-ші, одан кейін 5-шісі. Next ungraded. Қазір 2-ші балаға кеттім. 3-ші бала и так далее. Егер де мен, мысалы қараңыз, мына жердегі бала басқа түсті ручка қолданған, бұның бәрін біз көріп отырмыз. Міне. То есть, егер мен next дегенді бассам, мен келесі оқушыға өтем. Егер мен келесі бағаланбаған оқушыға өту үшін next ungraded деген басам. Енді мен қазір әлі ешкімге баға қоймағандықтан қатты айырмашылық жоқ. Хорошо. Енді мен пока бұл жерден шыға тұрайын. Assignment examples. Мен басты бетке өтсем, қайтадан мынаны көрем. Енді Gradescope tutorial дегенге басып көрейін. Бұның ішіне кірсек, мына жерде бір демо емтихан тұр. Просто бір үлгі ретінде. Бұның ішінде мен мына нәрсені көрсеткім келіп тұр. Мына жерде қараңыздар. Біз бір курс ашқан кезде курсқа балалар тіркелу керек. И балалар тіркелу үшін екі түрі бар. Сіз балаларға бір ссылка бере аласыз, бір сілтеме жібересіз, болмаса бір код айта аласыз, курстың кодын. Қазір курс ашқан кезде көресіздер. Балалар сол кодты енгізу арқылы сіздің сабағыңызға тіркеле алады. Тіркелгеннен кейін сіз уже балалардың емтихандарын, парақтарын алған кезде қараңыздар, платформа сканировать етеді. И баланың аттарын, қолмен жазылған жазуларын түсініп, оны уже базадағы тіркелген балалармен сәйкестендіреді. Қараңыздар, мына жерде Becky Hayes деп тұр. Платформа уже сразу атымен оны танып тұр. ID-мен де көріп тұр. Automatically assigned, то есть автоматически екеуі бір-біріне теңестірілген. Одан кейін не дейді? Dale Long дейді. Мысалы, мына жаққа ол оны түсініп тұр сразу. И бүкіл балалар осылай шығып тұр. Мысалы, мына бала тек атын ғана жазған, фамилиясын жазбаған. Біз мына жерден оны базадан уже таба аламыз. Мысалы, Пол Грегори. Атын ұмытып кетті, ID-ін да жазбаған, бірақ бізде базада бұндай бала бар екен. И басқа екінші пол жоқ, значит мен осы балаға оны сәйкестендіре аламын. Қалғандардың бәрі мына автоматически жасалған, мына баланы мен өзім қолмен сәйкестендіре аламын. Енді бұның бәрін жасағаннан кейін келесі қадам мен уже бағалай аламын. Яғни балалар параққа үстіне өзінің аттарын жазады ғой. Аттарын жазады, ID шарт емес, егер жоқ болса, оны жазбауға болады. Бірақ сіз платформаға уже заранее балаларыңызды тіркеп қоюыңыз керек. Сонда сіз олардың парақтарын сканировать еткен кезде платформа уже бұл парақ қандай балаға тиесілі екенін уже автоматом түсініп отырады. И сіздің нәтижелеріңізді сол баланың аккаунтына, есебіне жазып отырады. Одан кейін сіз бөлсем деген кнопканы басқан кезде сол баланың өзіне автоматически сіздің бағалағаныңыз жетеді. Сол жағынан өте ыңғайлы. Хорошо. Енді қайтадан мына жаққа шығайық. Енді сіз кішігірім мынаның ішін түсінген шығарсыздар. Енді біз өзіміз жаңадан бір
курс ашуды көрейік.